Ассалаумағалейкум, біртұтас қазақ елім, міне Атырау Астықы трассы. Неше минутқа қараңыздар. Міне Атырау Астықы трассы. Енді қараңыздар. Мына жерде былай шығасың ғой да. Пешеход жоқ, мен арғы бетке шығайын деп едім. Міне мындай жер ғой міне. Мына кім салған білмеймін, мына асфальтты. Темір тікен асфальтқа шығады деген міне. Көрдіңіздер ғой да, ол тек қана бізде. Міне бүйтіп кәләтті ана жерден бұрылады екен. Бағана қате шығып кетті біреу. Міне Құрманғазы ауданы. Ана жерде Атырау жарық не тартып жатыр, ток тартып жатыр да. Бәрі керемет. Енді менің айтпағым тек қана міне. Мына жерден келем. Пешеход жоқ та, пешеход. Ағайындар, хабарласыңыздар, бөлісіңіздер. Тас жолы бастығы, құрылыс бастығы ма? Сосын Абат Жаңғалиев мырза. Сосын Қайрат Бөлеков. Так. Атырауды қоспай қояйық осы. Мына асфальтты бастығы кім? Бәрі әкімге қарайды ғой да. Ай өтпеңіздер. Бөлісіп кете қойыңыздар. Та осы видеомды. Қараңыздар, мен ана пешеходқа бару үшін ана жаққа барамын. Потому что жоқ мына жерде. Көрдіңіз ба? Мен бару үшін қараңыздар, мына машинамен көлікпен жүргендер білмейді бұл жерде. Көлікпен жүрген жерлер білмейді ешкім. Тек қана бізге мына мен айтып кете қояйын. Қаралайдан аласыздар ма нанды, Азаматтан, Мерейден аласыздар ма? Ал нан деген нан болса ән болады дейді ағайындар. Нан әрбір жерде бірдей астық қымбатсымасын. Міне көрдіңіздер ма? Кім мына асфальт жасады? Бір, неге асфальтқа шығады? Темір тікен. Бірінші сұрақ. Бірінші сұрақ міне, пешеход жоқ. Мен ату аяққа барама пешеходқа. Қараңызшы, мен кетіп батырма. Мияқтың тұрғындар қалай барады? Қараңызшы. Бөлісіп кетеміңіздер. Осы эфирімді бөліссеңіздер, ағайындар, Атырау трассы. Мен трассыға шықпайды дедім, Бекболаттың несі? Бекболат досым ғой. Көрдіңіздер ма? Бекболат кіреді анасында. Қараңыз енді, мен неше минутта жүрдім? 2 минутта. Оны асығып жүрген адам жүрмейді ғой, мені тағы шығып кетемін. Міне қараңыз. Енді осы жерден келе жатырмыз. Міне қазір бір апа, ана жерде бір апа келеді. Оны сырттай түсіреміз енді. Үлкен апа сияқты. Айтпағымыз енді қараңыздар. Міне пешеход да. Осы пешеход. Сол үшін бұл пешеход алыс болған үшін мияқта жүреміз біз. Қараңыздар. Міне пешеход. Осы пешеход мына жерде болмағандықтан, міне ана кісі үлгеріп отыр қазір. Қараңыздар. Пешеход жоқ болғандықтан менің өтірік айтып отқан ештемем жоқ, ағайындар. Осыны маған құнттаңыздар. Сосын ана жерде Ерлан Амантайұлына мынаны видеоны жібереміз. Ана жапырықтан бізге бұзаусыланға су келеді. Соны отыратын ана будкісі ана жерде. Оны қазір жақындап түсіреміз. Бірақ осы жерде үш нәрсе бар да ана жерде. Міне пешеход. Қараңыздар міне. Қараңыздар. Қараймын оңға. Сол мияқ. Сіздерге оң болады. Сол ән. Қараңыздар, пешеход жоқ. Кетіп барды, көрдіңіз ба? Ал. Пешеходтан өткен жоқ. Ал жақсы. Міне пешеходта жазылып тұр. Міне. Енді қараңыз. Міне тағы бір адам пешеходтан өтіп барды. Пешеход жоқ, көрдіңіз ба? Ендігі мәселе. Пешеход. Көрдіңіз ба? Так, отыра тұрамыз да, жүгіріп барды. Жақсы, болды. Кетеміз, қайтамыз. Атырау облысы Құрманғазы ауданы. Тарат жерге ағайындар. Пешеход керек бізге. Бізге пешеход керек.
Атырау облысы Құрманғазы ауданы. Міне. Енді осы жерден екінші теманы қозғап жібереміз. Екінші тақырып. Мына жерде не тұр? Міне, қазір көрсетемін сіздерге. Міне мынау Атырау облысы Құрманғазы ауданының Атыраудан ана жапырақтан су келеді. Ар жағын айттым ғой, басшаны ауыстыру керек деп. Су келеді, мына ішінде отырады ана жігіт. Сол жігітпен кездесе алмай жүрмін. Енді сол кісіге күшті будка керек. Абатжан Қалиев мырза. Міне. Дұрыс будка керек. Болды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, аманта болайық, сау болыңыздар. Осындай остановка керек біз Бұзаусылан ауылына. Ар жағына Самаркин, Базар, Ыртес, Тухли жерде бар. Бұзаусыланда остановка жоқ. Ал болды. Пешеход, жол жиегі және Құрманғазы су арнасы.